Егер де осындай жеті ауру мазалаған жағдайда апельсин қабығын қолданып көріңіз. Негізінде апельсиннің қабығы 7 түрлі ауруға ем болады. Апельсин хош иісті әрі дәмді жеміс. Сондай-ақ керемет емдік қасиеті бар. Әсіресе қабығының пайдасы орасан зор екен. Бүгін сіздерге апельсин қабығының көмегімен емделетін 7 түрлі ауруды айтатын боламын. Егер сізді де осындай аурулар мазалап жүрген болса, онда апельсин қабығынан дертіңізге дауа тауып көріңіз. Апельсиннің қабығы А, Е, С және Б тобындағы дәрумендердің қайнар көзі, әсіресе С тобындағы. Сонымен қатар кальций, темір, магний, натрий, калий, фосфор деген сияқты минералдарға да бай. Енді апельсиннің қабығын басқа ауруларға, яғни осы жеті ауруға қалай дайындаймыз? Алдыменен ұрылмаған, қараймаған таза апельсинді таңдап аласыз, сосын жылы сабынды сумен тазалап аласыз. Артынан майлыққа қойып жақсылап құрғатып аласыз. Енді апельсиннің қабығын мұқият ашып, таза майлыққа қоясыз. Қабық әбден кепкен кезде орташа көлемде текшелеп турайсыз да, немесе оны үкіштің көмегімен үгітіп аласыз. Бірінші ауру бұл жөтелді емдейді. Тамағыңыз жыбырлап, жөтеліп бастайтын болсаңыз, суықтап қалсаңыз, немесе тұмау тигізіп алсаңыз, онда апельсин қабығын ем ретінде қолданып көріңіз. 1 стакан қайнаған суға 2 ас қасық қабықты салып 5-7 минут тұндырасыз. Сосын оны сүзіп алып, сосын оны ішетін боласыз. Тіпті жатын бөлмеңізге апельсин қабығын қойсаңыз да керемет әсер ететініне сеніңіз. Екіншісі бауырды тазалайды. Апельсин қабығындағы эфир майы бауырды артық заттан тазартып, иммунитетті нығайтады, әрі жүйке жүйесін тыныштандырады. Сонымен қатар ұйқысыздық ауруына шалдыққандарға, стресс алғандарға ұйқыға жатар алдында 1 стакан апельсин қабығынан дайындалған шай ішуге кеңес береміз. Үшіншісі қызуды түсіреді. Дене қызуы кенеттен көтеріліп кететін кездер болады. Сол кезде қызу түсіретін дәрі таппай сан соғып қалатынымыз рас. Ендеше дәрі іздеп шабылғанша апельсин қабығының тұнбасын ішіп қызуды түсіріп көріңіз. Ол үшін 1 стакан жылы ыстық суға 2 тілім апельсинді қабығымен салып 40-45 минут тұндырып қоясыз. Белгіленген уақыттан соң дайын болған сусынды ішесіз. Емді әр 1,5-2 сағат сайын қайталайтын болсаңыз, қызуы тез түседі. Ағзадағы инфекция мен қажетсіз бактерия өледі. Бастысы, ағза әлсіремей, керісінше күш-қуат алатын болады. Төртіншісі, тісті ағартады. Апельсин қабығының ішкі жағы мен тіс эмалін сүртетін болсаңыз, бетіндегі қара, сары дақтан тазаратын болады. Тістің сыртқы қабатын жақсартып, ауыздағы жағымсыз иісті кетіретін болады. Емді күніне 2-3 рет қайталап тұру керек. Қабықпен 5 минуттай сүрткен соң, артынан жылы сумен ауыз қуысын шайып шығатын боласыз. Және де жүрек ауруынан емдейді. Егер сіз апельсин қабығынан дайындалған шайды үзбей ішетін болсаңыз, жүрек ауруынан сақтанасыз. Оның құрамындағы пектин қан қысымын қалыпты ұстауға, қандағы холестерин деңгейін реттеуге, қан тамырларды тазалауға ықпал етеді. Сонымен қатар көп кездесетін варикоз, миокард инфарктісі және де инсульт ауруларынан алыс боласыз. Және де ішектің жұмысын жақсартады. Апельсин қабығының құрамындағы эфир майы мен пектин ас қорыту жолдарын, асқазан мен ішектің жұмысын жақсартады. Іш қатуды емдеп, қыжылды болдырмайды. Асқазаныңыз тамақты жеңіл әрі тез қорытсын дейтін болсаңыз, күніне 3 рет бірнеше жұтым апельсин қабығының тұнбасын ішіңіз. Және де соңғысы семіздікпен күреседі. 1 стакан қайнаған суға 1 ас қасық қабықты салып, қақпағын мықтап жабасыз. 10 минуттай тұндырылған соң сүзіп аласыз. Егер дәмі ащылау болатын болса, 1 шай қасық бал қосуға болады. Егер осы тұнбаны күніне 2 стаканын ішетін болсаңыз, ішті жақсы жүргізіп, арты салмақтан арылуға себеп болады. Негізінде апельсин таптырмайтын, қол жетімсіз жеміс емес. Өзі дәмді, хош иісті әрі емдік қасиеті орасан зор жемісті үзбей жеуге тырысыңыз. Айтылған аурудың алдын алудан бөлек ағзаны С дәруменімен байытатын боласыз. Бүгінгі айтарым осы. Сіздермен бірге болған Гаухар. Соңына дейін қарағандарыңызға рахмет.